Майнкрафт бізге әртүрлі постройка жасауға мүмкіндік беретін ойын. Бұл ойынды жасаған адам Маркус Персон. Содан кейін оны 2014 жылы Mojang компаниясы сатып алды. Ойын 2011 жылы шықты. Басында ойын тек түзу әлемде ойналатын. Сосын асықпай тағы да әртүрлі жерлер, мобтар және заттар қосылды. Ойында 3 режим бар. Олар выживание, хардкор және творческий. Выживанияда выживать етесің, хардкорда өлсең елес болып қаласың, ал творческийда сенде барлық заттар бар. И сен ұша аласың, и сен өлмейсің. Бұл ойында саған зомби, батып кеткен зомби, садақпен ататын скелет, қара скелет, өрмекші, ұзын құбжық эндермен, лавалық слизин, жай слизин, зомби шошқа и тағы да басқалар саған қарсы. Тағы да мынандай адамдар бар. Олардың өздерінің соққан үйлері бар. Олар өмір сүріп жүреді, бірақ оларға тиісетін ұрлықшылар бар. Олар арбалетпен жүреді, олардың алып құбжығы бар, и олардың базар жоқ особнягі бар. Вау. Басында ойынның мақсаты тек алмас табу еді. Бірақ эндер айдаһар қосылғанда мақсаты оны өлтіретін. Тек өлтіру, бірақ оны өлтіру үшін оған жету керек. Бірақ оған жету үшін эндер порталға кіру керек. Бірақ оны эндер порталды ашу керек, оны ашу үшін бізге эндер көзі керек. Бірақ ол көзді жасау керек. Оны жасау үшін бізге эндерменнің эндер жанар тасы керек. Эфрит таяғы керек. Эндер жанар тасын алу үшін эндерменді өлтіру керек. Ал эфрит таяғын алу үшін эфрит құбжығын өлтіру керек. Оны өлтіру үшін тозақ порталына кіру керек. Ал оны жасау үшін бізге алмаз киркасы керек. Алмаз киркасын жасау үшін бізге алмаз керек. Ал алмазды алу үшін бізге темір кирка керек. Темір кирканы жасау үшін бізге темір керек. Ал оны алу үшін әрине тас киркасы керек. Тасты әрине жасау керек. Біз оны ағаш киркасымен жасаймыз. Ал ағаш киркасын жасау керек. Ол үшін ағаш керек. Ал ағаш киркасын жасау үшін бізге қол керек. Міне осылай эндер айдаһарды өлтіреді. Өте оңай достар. Бұл ойынның жақсы жерлерінің бірі ол әртүрлі модтар жазуға болады. Егер сен сериал түсіргің келсе Майнкрафтты таңдаған жөн. Ал модтарға келетін болсақ, олар өте көп. Бұл ойынның тағы бір жақсы жері ол креативность. Қаншама адамдар осы ойыннан әртүрлі карталар және модтар жасайды. И көбінесе олар модтар және карталар өте керемет әрі әдемі болады. Тек карталар мен модтар емес, шейдерлер де бар. Ол ойынға керемет графика қосады. Осындай Майнкрафт бізге мүмкіндіктер береді. Ал сендерге видео ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса, достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпайық. Ал мен аяқтаймын. Сау болыңыз.